Ертеден келе жатқан сенім бойынша адамның мінезі мен болмысы оның туылған жылына байланысты. Егер сіз осы пікірмен келісетін болсаңыз, біздің бүгінгі видеомызды жоғары бағалауға тиіссіз. Тышқан жылы туылғандар табиғатынан жұмсақ адамдар. Олар шыншыл және жолы болғыштар. Тышқан жылы туылғандар өзінің мүмкіншіліктеріне сенімді. Айналадағылар оларды бақытты адамдар деп ойлайды. Бірақ олар бұл пікірмен келісе қоймайды. Мәселен, олар бір жапырақ нанның өзін маңдай термен тауып жейді. Олар тез әрі жылдам эмоцияға берілгіш келеді. Өмірде болған келеңсіздіктерді өте ауыр қабылдайды. Ал бұл жағдай олардың денсаулықтарына кері әсер етуі мүмкін. Олар отбасын алға сүйреп, жұмысында да биіктен көрінуді мақсат етеді. Тышқан жылындағылар үнемі пойызға кешіккен жолаушыдай асығыс жүреді. Майда шүйде нәрсеге де қуана біледі. Келешектерін ойлағандықтан ақшасын да орнымен жұмсайды. Олар айналадағы көрген білгендерін ойларына түйіп, жақсы нәтиже шығара алады. Бірақ еңбек сүйгіш болғанмен, кейде соған жараса сәттіліктерге де жетпей қалады. Олар кішкентай нәрселердің өзіне мән беріп, өмір сүреді. Себебі өмірдің бақыт пен кішкентай қуаныштардан тұратынын біледі. Тышқанның мінезі кейде біраз қопалдау болуы мүмкін. Сиыр жылғылар. Бұл мүшел тышқанға қарама қарсы. Табиғатынан ауыр мінезді, сабырлы және әрекетшең келеді. Олар бір уақыттың ішінде бірнеше шаруаны тындыруы мүмкін. Мәселен, кітап оқып отырып, арасында өзіне өзі керегін түртіп алады. Тамақтанып, теледидарда көріп үлгереді. Олар тез шешім шығаруға асықпайды. Ойындағысын мың рет ойланып толғанып, жауап айтады. Олардың денсаулықтары өте мықты. Әдемі киінгенді де жақсы көреді. Ұзақ уақыт бір жерде отыра алмайды. Сиыр жылғылар өз-өзімен гармонияда өмірден ләззат алып, өмір сүруді біледі. Өз-өзінен ештеңені аямайды. Сиыр жылғылар саяхаттағанды жақсы көреді. Олардың пікірінше, өмір онсыз да әділетсіздіктерге толы. Сол үшін олар майда шүйдеге бола көңіл күйін түсірмей, достарының ортасында көңіл көтеріп, табиғат аясына шыққанды ұнатады. Олар пайдалы іспен шұғылданып, оған өмірін арнауға да бар. Сиыр жылғылар қайратты әрі тамаша сұхбаттас, тамаша жандар. Барыс жылы. Барыс жылғылар өмірде жолы болғыш, парасатты адамдар. Өзгелерді терең түсініп, жан-тәнімен сезіне алады. Болып жатқан жағдайда жан-жақты ойлап барып шешім шығарады. Дүниеге көзқарасы кең ғалым адамдар. Олардан тамаша дәрігерлер шығады. Адамдарға қамқор, отбасына жақсы қарайтын жақсы адамдар. Бірақ өзіне жараса мінез құлықтары да бар. Өзіне тиісті заттардың үнемі ұқыпты, жинақы болғанын қалайды. Қалаған уақытта өзін еркелетіп, демалуды да біледі. Олар көп сөйлемейді. Жұмысты жай істейді, бірақ еріншек емес. Оларды айыптап, балағаттауды ойыңызға да алмаңыз. Себебі, олар дер кезінде жауап бермегенімен, өмір бақи сізден көңілі қалып кетуі мүмкін. Арзан әңгіме, өтірік сөз айтып, әуре болмаңыз. Олар мұндайды жек көреді. Шешім қабылдауды көбіне дұрыс тарапынан таба алады. Қоян. Олар өте еңбекқор, жауапты адамдар. Екінші жағынан ашушаң, қызуқаңды, мінезді адамдар болып келеді. Өзін айналадағыларға сыйлатқысы келеді. Бірақ мұнысынан пайда шықпай, кейде денсаулықтарына зиян келтіріп алуы мүмкін. Олар өздерінің жүріс-тұрысынан, ішіп-жеуінен ештеңені аямайды. Өте талапшыл болғандықтан, кейде отбасы мүшелерімен келіспеушілік туындатады. Сәтсіздікке түссе, өзін тастап жібереді.
Олар сондықтан сен күштісің, мықтысың деп мақтап тұрғанды жақсы көреді. Олардан мықты спортшылар мен саудагерлер шығады. Қоян жылындағылар ескеретін жағдай: адамдарға кішіпейіл болуды ұмытпаңыз. Ұлу. Әбден ойланып, жоспарлап барып, іске көшетін адамдар. Бастаған ісін соңына жеткізбейінше тыным таппайды. Өтірік мақтағанға алданбайды. Олар қуатты адамдар. Жеткен жетістіктеріне қуана біледі. Олар өте еңбекқор, тәртіпке бағынатын адамдар. Келісімге келіп, ортақ шешім шығаруға да талаптанады. Өмірінде кездескен келеңсіздіктерді оңай, әрі ақылмен шешеді. Ақша мен махаббатты бағалайды. Жылан жылғылар. Жылан жылғылар бұл айналаға сенімсіздікпен қарайтын адамдар. Сол үшін көп сөйлегеннен гөрі тыңдағанды жақсы көреді. Олар шыдамды. Біреуден ақыл сұрағанды ұнатпайды. Бүгінгі өмірмен өмір сүреді. Көңілді орталарды жақсы көреді. Ақша жұмсағанды ұнатады. Мақсатына жете алатын жігерлі жандар. Олардан кәсіби дәрігерлер, журналистер мен әскери адамдар шығады. Жылқы жылы туылғандар өте сүйкімді, ашық жүзді, ақ жарқын адамдар. Үй шаруасына пысық. Олар өте қарапайым, тәкаппарлықты жақсы көрмейді. Бірақ олардың жеке басына тіл тигізетін болсаңыз, сізден міндетті түрде кек алады. Олар отбасын, елін қатты сүйеді. Бірақ ойланып барып, ақылмен шешім қабылдайды. Дүние мүлікке қызыға бермейді. Олардың еңбекшілдігіне қарап, дос-жарандар мен нағашы жұрттар оларды қатты жақсы көреді. Оларға бірақ еркіндік пен тәуекелге берік болу деген қасиеттер жетіспейді. Қой жылғылар. Өте кешірімді, ғажайып адамдар. Бірақ кешіруден бұрын сізге деген өкпе ренішін айтып, бір жеңілдеп алады. Солай екен, онымен сөзге келіп қалсаңыз, еститініңізді естуге дайын тұрыңыз. Бірге жүрсеңіз, олардың күші мен ақылына таң қаласыз. Олар өзгелерге қарағанда алда жүріп, оларды соңынан ерте алатын тамаша қабілетке ие. Көп нәрседе жетістікке жете алады. Олар өмірде көп жетістікке жете алатын жолы болғыш адамдар. Мешін жылғылар. Қой жылғыларға қарағанда алда жүргенге ұмтылмайды. Бүгінгі күні тыныш, ертеңгі күні уайымсыз болса жетеді. Ең қиын жұмыстарының өзін үдесінен шығып, нақты орындайды. Мешін жылғылар өте еңбекқор. Онысымен қатар, олардың көңілі нәзік, тез қапаланғыш болады. Мешін жылғылар қамқор жандар. Олардан тамаша педагогтар мен суретшілер шығады. Тауық жылғылар. Өзіне сенімді, жүйкесі шыдамды, бақуатты адамдар. Көптеген жетістіктерге жетіп, алға ұмтылуға әзір. Бұл үшін оларды қолдап тұрсаңыз болғаны. Ішең, шаруаға бейім, әзілкеш, ортасына жағымды адамдар. Әдемі киініп, күліп жүргенді ұнатады. Ит жылғылар. Ит жылы туғандар ашық жүзді, келісті адамдар. Олар кез келген адаммен жақын араласып кете алады. Олар ортаның гүлі, өз көзқарасын берік ұстанатын адамдар. Ит жылы туылғандар отбасына қолайлы. Олардан мейірбан ата-ана шығады. Олар шын дос бола алады. Олармен тату-тәтті өмір сүруге тырысыңыз. Әйтпеген жағдайда сізді аяп отырмайды. Доңыз жылы туылғандар өте ақылды, оқымысты, іс біліммен адамдар. Айналасындағыларды тәртіпке сала алады. Заңды құрметтеп, сол бойынша іс бастайды. Өзіне тапсырылған істі мүлтіксіз орындайды. Олар ортада өздерін жақсы ұстап, диктаторлық қабілетімен көзге түседі. Нақты, әрі дұрыс шешім шығара алады. Еңбекқор, қамқор жандар. Олардан мықты хирургтар мен юристер шығады.
Сіз үшін бүгінгі берген ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.